Халық алдында есеп беру жиыны Жібек жолы ауылдық округінде жалғасын тапты. Алдымен ауылда 2010 жылы атқарылған жұмыстар баяндалды. Мұнан соң қала әкімі халықтың арыз өтініштерін мұқият тыңдады. Мектепте интернет бар дейді. Жоқ. Интернет жоқ. Бұл сіздердің осындай жалған ақпаратпен бүкіл Қазақстанға тарап кетті. Алтынсарин мектебінде интернет бар дейді. Бізде осы сотный связь алмай, бармаған жеріміз қалмады. Енді Сергейде бір жігіт бар екен, ауылдың ақсақ адамдары, жігіттері араласып, біз көреміз деп жатыр. Соған сіздерде не болатынын білмейміз әлі. Бізде байланыс жоқ қой, білесіңіз. Енді екінші мәселе, қазір барсаңыз біздің ауылға, 30 жүзге. Біз әлі баяғы өзіңіз білесіз, патшалар сияран атпен келатырмыз. Николай патшаны қойып кеткен 30 жүзмен. Үйіне кіре алмайсыз кез келген үйге. Асфальт салып бермеген өзінде тас жол да жоқ. Мынау қазір том кетіп жатыр. Оқушылар сабақта аяқ киімдері жоқ. Үлкен кісілер үйден шыға алмайды. Асфальт тағы жоқ. Қазақтелеком барлық ауылдарға оптика волокно өткізіп береміз деген. Оны сол жылдың аяғына дейін бітіріп, осы 20 жылдың басынан бастап таратамыз деген. Бірінші сол мектептерге, емхана, фактарға, сосын екінші кезегінде халыққа таратамыз деген. Кешеде мен хабар телеарнасынан жаңағы кімнің баяндаманы тыңдап шықтым. Сол үкімет отырысында цифрлы Қазақстан деген бағдарлама аясында 20 жылдың ішінде бүкіл Қазақстан бойынша 82% ауылды мекендер интернетпен қамтылады екен. Сол бізде сол жоспарға кіріп отырмыз. Әрине интернет бар болғанымен көп жерде оның жылдамдығы аз, соны күшейтуіміз керек, байланыстың жаңағы сапасын да күшейту керек. Оны бақылауға аламыз. Енді су мәселесі, ақша бөлінген кезде ол өзіңіз білесіз, жоба әзірленіп, смета жасалып, содан кейін сараптаманы өтеді, содан кейін ақша бөлінеді. Ол қанша тұратын, 100 миллион тұра ма, 320 миллион тұра ма, ол басқа тек қана сол точканың несіне санына байланысты емес, тағы да ұзындығына байланысты, тереңдігіне байланысты, басқа бірнеше себептер бар. Оны 500 метр қашықтығы бар ортада. Түсінікті ғой, енді смета жасаған кезде ол сараптамадан өткізеді, мамандар қарайды. Сосын бізге бөлетін мекеме оны көреді, тағы да басқарма, энергетика басқармасы ғой. Сосын ақша бөлген кезде сол сметаның бөлінеді. Қала әкімі Дәурен Сәбитұлы облыс орталығы Түркістан Кентау қаласына шекаралас жатқандықтан екі қала бірге дами түседі. Сонымен бірге міндетті түрде ауылдар дамитыны сөзсіз. Себебі киелі мекен Түркістан қаласына келген қонақтар Кентау қаласы мен оған қарасты ауылдарға да келетіні анық. Біздің ауылдарда тарихи орындар бар. Сол себепті қала мен ауылда келген қонақтарға ыңғайлы жағдай жасалынуы қажет. Ең бастысы, инфрақұрылым жұмыстары жүргізіледі. Оған дейін біз балаларға жағдай жасауымыз қажет. Білім ошақтарына баратын жолдарды асфальттап, жол бойларын жарықтандыруымыз қажет. Бала біздің болашағымыз деп жиынды қорытындылады.